Келесі хадис пайғамбар алейхиссалату вассаламның әдеттерінен болатын, таңда келіп мешітте намаздан кейін сахабаларынан сұрайтын, түнде кім не түс көрді деп. Сахабалардың ішінде түс көргендер болса айтатын, содан оны табир жасап, түсті жорып, ол былай деп айтатында, кейін артынан өзінің түсінде баяндайтын. Бір күні мен ұйықтадым дейді, түсімде маған келіп екеу мені алып кетті дейді. Яғни екі періште. Екеуі алып кетті, ол түнде мен ғажап нәрселер көрдім дейді. Екеуімен бірге барғанымда бір адамды көрдім. Ол адамның жамбастап жатқанын, оның басына екінші бір адамның келіп таспен ұрып, тас аунап кетеді, әлгінің басы жарылады дейді. Басы жарылып қан болады, қасындағы барып тасты алып келеді, ол алып келгенше мынаның басы қайттан жазылады дейді. Дәл сол нәрсе қайттан қайталанады. Қайттан басына ұрады, басы жарылады, тас аунап кетеді, барып тасты алып келеді, алып келгенше ананың басы бітіп жазылады, сол азап қайттан қайталанады дейді. Субханалла, мынау не деп сұрадым дейді. Сонда әлгі екеуі маған ары қарай жүре бер, ары қарай деді. Ары қарай кеттім дейді. Бір адамды көрдім, мойнынан асылып қойған, қасында біреу темірді ұстап алып, оның бір бетін жыртып жатыр. Көзінен апарып артына мойнына дейін, таңаудан салып артына мойнына дейін, бетін жыртып мойнына дейін алып барып жыртады дейді. Темірмен. Бір бетін істеп болғаннан кейін екінші бетіне көшеді дейді. Екінші бетінде солай аузынан жыртып мойнына дейін алып барады. Көзін таңаудан алып, мұрнынан алып жоғарыдан. Сөйтіп бетін жыртады дейді. Мына бетін істеп атқан кезде бірінші беті жазылады дейді. Сөйтіп қайтып бірінші бетіне келеді. Дәл солай азаптап жыртып жатыр дейді. Бірінші бетін істегенде екінші бет қайтып жазылады, қайтып соған барады. Субханалла, мынау не деп мен сұрадым дейді пайғамбар алейхиссалату вассалам. Ары қарай жүре бер деді маған дейді. Ары кеттім дейді. Бір тандыр секілді бір нәрсені көрдім дейді. Асты кең, үстіңгі жағы тарлау. Әр түрлі түсініксіз бір дауыстар ішінен шығып атқан дейді. Айқайлар. Ері бар, әйелі бар, барлығы аралас дейді. Жалаңаш барлығы дейді. Ішіне үңіліп қарағанымызда жалаңаш. Астыларынан от жағып атыр дейді. Астынан от жаққан соншалықты айқай шумен үрленіп от жағылып атыр дейді. Мынау не деп сұрадым дейді. Мынау не азап, не үшін бұлар бұлай азапталып атыр деп. Ары қарай жүре бер деп мені ары қарай тағы да жол сілтеді дейді. Бір ағып жатқан бір ағын суды көрдім дейді. Қарап тұрсаң қып-қызыл қан секілді дейді. Әлгі ағын су. Ішінде біреу жүзіп жүр дейді. Жүзіп жағаға келеді. Жағаға келгенде тасты жинап келіп, жағаға жетіп келген кезде аузын қысып ашаттағын, аузының ішіне тасты толтырып ары қарай тағы батырып жібереді дейді. Анау қайттан жүзіп жағаға қайтып келем дегенше бұл тағы тас жинайды. Дәл солай қайттан аузына тас толтырып, қайттан лақтырып жібереді дейді. Ол жағаға әрі келген сайын оған сол нәрсе қайталанады. Ол ары қарай әлгі қан секілді судың ішінде қиналып, батып, азапталып жатады дейді. Осыны көріп, мынау не деп мен сұрадым дейді. Не үшін бұлар бұлай азапталып жатыр? Бұл не деген кезімде ары қарай жүре бер деп. Пайғамбарымыз тағы жүргізді ары. Бір кісіні көрдім дейді. Түрі өте ұсқынсыз. Ондай адамды мен жаңағы өмірде көрген емеспін дейді. Ұсқынсыз түрі соншалықты бір оттың алдында жүріп, отты үрлеп жағып, соның қасында жүрген кісіні көрдім дейді. Мынау не деп сұрағанда ары қарай жүре бер деп тағы ары қарай кеттік дейді. Азаптың түрлерінің барлығын қалай азапталады, кім азапталып жатыр, соның бәрін пайғамбарымызға көрсетіп жатыр. Ары қарай кеттім дейді. Бір бақшаға келдім дейді.
гүлзар толған гүлдер дейді. Бір ұзын бір кісіні көрдім дейді. Басымды көтеріп қарасам, басы көкке жетіп тұрған секілді дейді. Ұзын. Қасында кішігірім балдар, жап-жас сәбилер, кішкентай балдар жүгіріп жүр дейді. Бұл не деп сұрағанымда ары қарай кете бер деп, тағы мен ары қарай жол көрсетті дейді. Бір үлкен бір ағашқа келдім дейді. Бұрын соңды көрмегем дейді. Әдемі еді дейді. Маған шық деді дейді. Шықтым. Шығып қарасам, бір үлкен, бір кірпіші алтыннан, бір кірпіші күмістен болған бір қалашыққа келдік дейді. Тақылдаттық. Есік ашылды, ішіне кірдік. Кейбір кісілерді көрдім дейді. Жаратылысының жартысы әдемі, екінші жартысы ұсқынсыз еді дейді. Құдай сақтасын. Бір беті әдемі болып көрінеді, бір жағы ұсқынсыз болып көрінеді дейді. Әлгілерге барып мына суға түсіңдер деп айтты дейді. Ол жерде бір аппақ, тап-таза бір су ағып жатты дейді. Соған түсіңдер деп жол көрсетті. Олар барып түсіп келгеннен кейін жағы түрлеріндегі ұсқынсыз жағы кетіп, әдемі болып шыға келді дейді. Маған одан кейін мынау адын жәннаты деп көрсетті дейді. Сенің орның осында деп маған айтты дейді. Ол жерге барсам бір аппақ әдемі қасыр дейді. Мынау сенің орның деп маған көрсетті дейді. Алла сендерге берекет берсін екеуіңе деп қуанып, мен ішке бір кірейін деп, мені жіберіңдер, мен кірейін дегенем, қазір емес деп айтты дейді. Бірақ сен оған кіресің деп ары қарай мені сүйіншіледі дейді. Сосын екеуіне айттым дейді, мен мына түні көптеген нәрселерді көріп шықтым ғой, бұлар не дегенімде маған барлығын саған хабарлап, хабарын айтамыз, барлығын білдіреміз саған деп біріншісінен бастады дейді. Әлгі бірінші басы жарылып, тас аунап кетіп, қайтып тасталып келіп, қайттан басына ауырып, аунап кеткен тасты қайтып әкеліп, ол кезде басы бітеліп, азапталып атқан адам Құраннан бір нәрсені үйреніп, сосын оны тастап қойған адам деді. Құраннан сөре жаттайды, кейін оны тастап қояды. Бұл жерде тек жаттау деп қарамауымыз керек. Құраннан алған әрбір дүние, Құраннан бір ілім алдың ба, оны тастап қойып атсың. Құраннан бір үкім алдың ба, оны тастап қойып атсың. Құранға деген мәмілемізге қарауымыз керек. Сіз бен бізді екі дүниедегі бақыттылыққа жетелейтін Алланың берген пәрмені, соған қаншалықты біз көңіл бөліп жатырмыз. Және парыз намаздарының уақытында ұйықтап жатқан адам деді. Таң намазында ұйқыны қимай жата береміз. Будильник қойып қоямыз. Қанша алысқа қойып қойсақ та барып өшіреміз де қайтып келіп жатып ұйықтай береміз. Бірақ түнгі 2-де келіп жатсаңыз да таңғы 4-те самолетің десе, оған шошып оянамыз. Атып тұрамыз оған. Ұйықтап қалмадым ба деп. Демек, адам баласы тәнімен емес, миымен оянады. Шаршап келдім, жатып ұйықтап қаппын дейді. Қанша шаршап келсеңіз де, қатты маңызды дүние болса, оянасыз. Себебі миыңыз ояу жатады. Ұйықтап қалмауым керек, ұйықтап қалмауым керек деп. Тек қана таң намаз емес. Шаршап келіп, құптанды оқымай жатып қалатындар да бар. Түскі уақытта да ұйықтап өткізіп жіберетіндер бар. Аллах Тағала осы екі дүниені, Құранды жаттап оны тастап қою, немесе парыз намаздарында ұйықтап жату, осы екі нәрсемен қиметті осылай азаптайды екен. Оны пайғамбарымызға дүниеде көрсетіп, сақтану үшін сізбен бізге білдірді. Екінші адам, әлгі бетін жыртып атқан темірмен, көзін, бетін, мұрнын жыртып атқан, ол кім деген кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады, азанда үйінен шығып өтірікті бастайды дейді. Соншалықты оның өтірігі бүкіл мынау жаратылысқа жететін деңгейде өтірік айтады дейді. Өтірікпен өмір сүретін адамдар. Қияметтің күні сөйтіп беті жыртылады екен оның. Маскасы шешіледі дейді ғой жаңа. Өтірік айтасың, өзінше білдірмей тұрсың. Ақыретте шешіледі сол маска.
алыстан ақ көріп, мынау дүниеде алдап кеткен өтірік айтқан екен ғой сол кезде деп, өтірікші екен ғой деп. Ол бірақ дүниенің өзінде ақ Аллах Тағала оны әшкере қылып қояды. Еш нәрсе жасылмайды. Аллах Тағала әрбір нәрседе бір жіптің ұшын қалдырады. Іздеген адам таба алады. Өтірікшіні Алла жек көреді. Бірақ басшы бола тұра өтірік айтса, оны Алла одан да қатты жек көреді екен. Неге? Өзі патша ғой ол, басшы ғой ол, ешкімнен қорқпайды. Қол астында бәрі. Оны өтірік айтудың қажеті жоқ оған. Ешкімге есеп бермейді ол. Бірақ сөйте тұра өтірік айтып жатыр ма, Алла оны қатты жек көреді екен. Зинахорды Алла жек көреді. Бірақ қартайып қалса да, ата сақалы аузына түсіп тұрса да, зинаны тоқтатпады ма, оны қатты жек көреді екен. Тәкаппарды Алла жек көреді. Кедей бола тұра тәкаппарлық жасап жатыр ма, оны Аллах Тағала одан да қатты жек көреді екен. Байды ғой, кейде мейлі ғой, байлығы бар ғой, содан көкірегін көтеріп жүр ғой деп түсіністікпен қарайсың кейде. Кедей бола тұра несіне даңдайсың ол? Неменеге тәкаппарланады? Әлгінің өтірігі бүкіл әлемге жеткілікті дейді. Соншалықты өтірік айтатын адам қияметтің күні азабы сондай болады екен. Одан кейінгі ер кісілер мен әйелдердің арсыз, жаңағы тандыр секілді бір нәрсенің ішінде азапталуы мына дүниеде зинахор ерлер мен зинахор әйелдер дейді. Зинадан басын аламай жүр. Нәпсінің жетегінде кетіп жүр. Тоқтата алмайды. Солардың азабы сондай болады дейді, Алла сақтасын. Қызыл қан секілді бір ағып жатқан ағын судағы кісінің азабы. Жағаға келеді, аузына тас толтырып қайтып батырып жібереді. Жағаға келеді, аузына тас толтырып қайтып батырып жібереді. Бұл кім десе, мына дүниеде өсім жеген дейді. Өсім қорлықпен айналысқан, пайыз беріп, пайыз алып, соған үйренген адам солай азапталады екен. Алла сақтасын. Оттың алдында жүрген, отты үрлеп жағып қасында жүрген түрі қорқынышты біреу, ол кім дегенде, тозақтың жауаптысы, тозақтың қарауылы, соның алдындағы дейді. Неге түрі жаман оның? Әлгінің түрін көріп ақ соның азабының өзде, соның түрінің қорқыныштысының өзде адамға азап болып көрінеді. Бойы ұзын адам кім еді ол деп сұрағанда, оны айтады Ибрахим алейхиссалам дейді. Қасында жүрген кішкентай балдар десе, балиғат жасқа жетпей өтіп кеткендер. Сахабалар сұрайды, мүшриктердің балдары ше дегенде пайғамбарымыз олар да деп жауап береді. Балиғат жасқа жетпеген, бірақ олар әлі оларға жазылып та үлгермеген. Күнә жазылған жоқ. Мүшриктің баласы, мүшриктің үйінде туылды. Ары қарай өскеннен кейін жауапты болады. Яғни сұралады әрбір іс-әрекетінен. Олар ше деген кезде, олар да дейді пайғамбар алейхиссалам. Ал енді жарты беті көрікті, жартысы ұсқынсыз болып көрінген кісілер бар еді. Олардың мәселесі бір суға барып түсіп келді, түсіп келгеннен кейін түрлері реттелді деді. Олар кімдер деген кезде, мына дүниеде ізгілігі мен жамандығын араластырып алған адамдар. Қарасаң жақсылықтары да бар, бірақ тоқтамай жамандықтарды тастеп жүре беретіндер. Күнәні тастеп жүре береді. Болмайды ғой десең, болмайды ғой, дұрыс қой енді. Дейттағын жақсылығы да бар, жамандығын тоқтата алмайды. Күнәлардан да арыламай жатыр. Енді басқаларына қарағанда олардың жағдайы сәл жеңілдеу екен. Алла субханаху ва тағала бір оларды жаңағы ағын суға түсіріп тазалап алады. Бірақ әлгі суреттің өзі ұсқынсыз. Қанша уақыт жүреді онымен бір Алла біледі. Қанша уақыт тұрады әлгі дақ олардың беттерінде. Аллаху алем. Сол үшін де мына дүниеде барынша жаңа бүгінгі тақырыбымызға қатысты өтіріктен аулақ болу керек. Басқа да күнәлардың атауын атап кетті. Намаз уақытында ұйықтау, Құраннан бір нәрсе жаттап оны тастап қою, Құраннан бір нәрсені алып, оған мән бермей оны тастап қою. Енді адамға мынадай ой келмеу керек. Онда мен ештеңе Құраннан алмай-ақ қояйын,
ештеңе үйренбей жүре берейін, осы білгеніммен тағы сұрап, тағы жаттап, тағы Құраннан алатын болсам, оны ертең амал етпесем, тағы сұралам ғой деп, адам баласы қашпау керек. Сіз бір қазына естісеңіз, қойшы оны, ертең налогын төлеймін ғой оны деп қашасыз ба? Жоқ. Барып жерден көбірек алайын, төлесем 3% төлеймін, немесе 12% төлеймін дейсіз ғой, дұрыс па? Ар жағы пайдам ғой деп. Ілім алуға қатысты дегенде, көп алсам көп сұралам ертең күн деп қашамыз. Көп сұраласыз, бірақ дәрежеңіз де соған жараса жоғары болады. Аллах Тағала білімділер мен білімсіздер тең бе деп сұрақ қояды. Ол мына дүниеде де тең емес, ақыретте де тең емес. Құран жаттаған адамға оқы, ары қарай өрлей бер дейді. Ең соңғы тоқтаған аятың сенің сол дәрежең болады дейді. Демек, Құранда әрбір аятқа бір дәреже жоғары беріп жатыр. Сіз сол 10 сүремен өмірден өтіп кетсеңіз, сол дәреже болып қаласыз. Бір өмір. Кірісу керек. Бір қатар жаттасаңыз да. 3 қатар жаттасаңыз ғой, тіптен нұр үстіне нұр. 3 қатар жаттап отырсаңыз, 5 күнде бір бет жаттап қоясыз. Мейлі 1-2 күн қайталаңыз. Аптасына бір бет жаттаңызшы сөйтіп. Жұма күн демалыс қылайық мейлі. Аптасына бір бет бітіп жатыр. 52 аптада 52 бет бітеді. Бір жылда 52 апта бар ғой. 52 бет бітеді. 2 жылда 100 бетті бітірдіңіз. Өзі 600 бет. 2 жылда 100 бет бітіріп қойдыңыз. 12 жылда Құранды бітіріп қоясыз ба? Ауыр тисе мейлі, тағы түсіріңіз, 2 қатар қылыңыз. Жаттау барысында өмірден өтіп кеттіңіз ба, Аллах Тағала қарилардың қатарында тұрғызады иншалла. Себебі сіз жаттау барысында едіңіз, өміріңіз жетпей қалды. Өтіріктен сақ болайық. Намаз уақытында ұйықтап қалудан сақ болу керек. Және де өсімқорлықпен айналысудан сақ болу керек. Жақсылық пен жамандықты араластырып алмайық. Жақсылығымызды басым болайық, жамандықты күніге азайтып уәде беріңіз Құдайға. Уәде бермесеңіз бастай алмайсыз. Я Алла, Аллахыңыз жайыңыз. Білесіз, әркім өзінің істеп жатқан қателіктерін, кемшіліктерін біледі. Я Рабби, уәде берем саған, бол, тоқтатам. Ыңғайсызданасыз, ертеңсіз соны істейін деп жатқанда мен уәде бердім ғой, істеп қоясыз, келіп тағы өкінесіз, тағы Құдайдан кешірім сұрайсыз. Сөйтпесеңіз тоқтата алмайсыз.